Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Және каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бүгін сіздерге тұңғыш қазақтан шыққан физик ғасыр адамы туралы айтатын боламыз. Яғни қазақтан шыққан тұңғыш физик Темірғали Әбділдаұлы Көкетаев туралы айтамыз. Яғни Көкетаев ағамыз 1938 жылы қазіргі Қарағанды облысы Жеткіншек ауылында дүниеге келген. Ол 1964 жылы Абай атындағы педагогика институтының физика-математика факультетін тәмамдап, Эстонияның Тарту университетіне жол тартады. Бұл КСРО-дағы ең беделді жоғары оқу орындарының бірі еді. Сол уақытта университетте 2,5 мыңнан астам студент оқыған және 92 кафедрасы болған екен. Темірғали Әбділдаұлының айтуынша, бұл университетте 92 тілді білетін филолог кездестірген және 18 тіл білетін студентпен бір жатақханада тұрған. 1970 жылы осы жоғары оқу орнында жүріп, докторлық диссертация қорғайды. Физика заңы бойынша 180 градусқа дейін қыздырылған қандай да болсын қатты дене сыртқа жарық шығармай қоймайды екен. Көкетаев осы жарықты ойлап тапқан. Және осы суық жарықты ойлап тапқан. Дене қызбай ақ сыртқа жарық шығарады. Бұл физика ғылымында бұрын соңды болмаған соңғы жаңалық еді. Физиктің кейінгі 20 ғасырдың ғұламасы атағын алып берген ғылымдағы жаңалығы да осы болды. Кристалдағы жарықтық қасиетін сонау Исаак Ньютоннан бастап біршама физиктер зерттеген. Ал қазақ ғалымы кристалды студент кезінен ақ қолдан өсіріп ұстаздарын таңғалдырған екен. Ғылыми жетекшісі поляк ғалымы профессор Чеслав Лущик болған екен. Тұңғыш қазақ физигі Оксфордта дәріс оқыған алғашқы қазақ ол Темірғали Көкетаев. Ол халықаралық шешімімен Ұлыбритания, Кембридж дүниежүзілік физиктерінің арасында 20 ғасырдың ғұлама адамы атанған. Бұл атақты қазақ ғалымы жапондардың ұсынысымен 1999 жылы алынған. Көбіміз бұл атақтың ғылым қауымдастығындағы төңірінде қаншалықты абыройлы екенін ұғынбауымыз мүмкін. Ал анығында ғасыр адамы атану 100 жылда бір рет бұйыратын абырой. Сол себепті 20 ғасырдың Эйнштейні басқа емес, дәл осы Көкетаев десек болады. 20 ғасырдың аса көрнекті физигіне бұл теңеу әбден лайық болды. Көкетаевтың ғылыми жетекшісі Чеслав Лущик Көкетаевтың диссертациясындағы оқшау ой толғамдарымен толық келіспегенін айтады. Сонда Кеңес одағында ғылыми жетекшісінің жетегіне жүрмей өз идеясын өзі қорғап шыққан бірінші қазақ осы Темірғали Көкетаев болды. Темірғали Көкетаев 2006 жылы Англияның Оксфорд университетінде 70 профессордың алдында дәріс оқыған болатын. Ол кісі дәрісті қазақ тілінде оқуға ниеттенген екен. Бірақ физика саласының қазақ-ағылшын тәржімасы бір жүйеге келмегендіктен амалсыз орыс тілінде оқуға тура келеді. Бұл дүниежүзінің ұлы физиктері Ньютон, Резерфордтар мыңдаған терін төккен әлемдегі саусақпен санарлықтай оқу орындарының бірі болатын. Іргетасы 1942 жылы қаланған. Англияның премьер-министрі Уинстон Черчилль, Маргарита Тэтчер осында оқыған. Көкетаевтың дәрісін Франция, Германия, Англия, Жапония сынды дүниенің іргелі елдерінің 70-тен астам аузына әлем қарап отырған ғұламалары сүйсініп тыңдаған. Бір дәрістің уақыты 50 минут, құны $1,500 болған. Дәріс біткеннен кейін Көкетаев өзінің қазақ ұлтынан екенін айтады. Қазақты танымайтын Еуропа бұл қандай халық деп сұрайды. Содан Көкетаев ағамыз университет басшылығымен келісіп, тағы 2 сағат Қазақстан туралы арнайы лекция оқыған болатын. Көкетаевтың ғылыми жетекшісі Чеслав Лущик шәкіртінің бұл жетістігін естігенде қоңырау шалып, ұлы орыстың өзі Оксфордта дәріс оқыған жоқ,
сен Оксфорд университетінде дәріс оқыған тұңғыш қазақсың деген екен. Бүгінде Темірғали Көкетаев есімді әлемдік физика саласының майталмандарының арасында үлкен танымалдылыққа ие. Ол кісінің дәрісін әлемнің мен деген көшбасшы оқу орындары тыңдауға даяр болған және бірнеше ұсыныстар тастаған. Әр ғасырдың аяғында физика саласында толайым табысқа жетіп, жаңалық ашқан ғалымдар және олардың еңбегі үлкен энциклопедияға басылады. Бұл жинаққа Темірғали Көкетаевтың өмірбаяны және ғылыми еңбегі енгізілген болатын. Тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер.